Құрметті ата-аналар, аяулы ұстаздар, қонақтар, қымбатты оқушылар. Good morning, dear students, teachers and guests. Уважаемые гости, учителя, родители, дорогие ребята, торжественная линейка, посвященная празднику последнего звонка в Назарбаев интеллектуальной школе химико-биологического направления города Кызылорды объявляется открытой. Мектеп түзет. Тектор. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны орындауға кіріс. Еркіндор. Салтанатымызды бастамас бұрын сіздерге бір сұрағым бар. Жігіттер, жалпы осы мектептегі алғашқы күндері естеріңде ме? Я, әрине, сыныппен алғаш танысу, кабинетіміз таппай адасып жүргеніміз, сумативтік жұмыстарды алғаш тапсырғанымыз бәрі есімде. Солай емес пе, Мұхтар? Әрине Нұрсайын, менің де барлығы есімде. Мінекей, қызығы мен қиыншылығы қатар басталған Назарбаев зияткерлік мектебінің алғашқы оқу жылы соңына таяды. Биылғы оқу жылы білімнің ордасы, ұлылықтың мекенінде тойланатын сыңғырлы солды қоңырау атты салтанатымызға қош келдіңіздер. Welcome for today's ceremony of academic year, Ring the Last Bell, the day of summarizing your success, victories and challenges you have struggled with in the walls of Kızılorda Nazarbayev Intellectual School of Chemistry and Biology during this first academic year.
Бәрекелді, қошеметтеріңіз, қымбатты достар. Түлектердің арманы аппақ нұрдай, бар тілегі қашанда жақұттардай. Білімнің ортасына ие болған, әрі басшы, әрі биік қорғанындай. 2013-2014 оқу жылда жеткен жеңістерімізді саралап, жылды қорытындылау үшін және барша қауымды құттықтау үшін сөз кезегі мектебіміздің басшысы Мункеева Гүлмира Бақытбекқызына беріледі. Құрметті әріптестер, құрметті ардақты ұстаздар, оқушылар және бүгінгі салтанатымыздың қадірменді қонақтары. Жаңа ғана сіздер көрген қойынды көрдіңіздер. Тек қана 9 ай өтті біздің мектеп ашылуына. Енді көріп тұрсыз, біздің 609 оқушыларымыз осы оқу жылды бітіріп тұр. Олардың тұсығы мен қиындығын, қуаныш мұны көрсетпей, тек қана жарқын болашаққа кемел біліммен жетелейтін бір ғана орын болса, ол мектеп. Мінеке, оқып жүргенде тез есерде армандаған оқушылардың жаңа өмірге аяқ басуына шамалы ғана уақыт қалды. Болашақ зиялыларды дайындайтын Назарбаев зияткерлік мектебінде де бүгін алғашқы рет қоңыраудың үні естіліп, 609 оқушы оқу жылын аяқталы жатыр. Оның басым көпшілігі оқуды жақсы үлгеріммен, шығармашылық белсенділігімен көзге түсіп, мектеп абыройын көтеріп жатыр. Сондықтан бұл қошаметтерді сіздерге арналады, құрметті оқушылар. Дорогие ученики, учителя, родители, Назарбаев интеллектуальная школа в городе Кызылорда функционирует всего 1 год, но уже за столь короткий срок мы достигли больших успехов. Среди наших учащихся 10 победителей международных олимпиад, 43 учащихся заняли призовые места на республиканских конкурсах и олимпиадах. 9 ребят показали хорошие результаты на областных и городских олимпиадах. 35 учащихся, имеющие отличные оценки по английскому языку, физике, химии и биологии, съездили на лективные курсы за рубеж в Сингапур, Германию, США, Великобританию, Швейцарию, Москву, где смогли пополнить багаж знаний. Высокий похвал заслуживают и наши учителя, которые в течение года обучали своих учеников, обучались сами и делились полученным опытом с общеобразовательными школами, подготовив к изданию методические пособия по естественным математическим наукам. Эти аплодисменты вам, дорогие наши учителя. Dear students, teachers, parents and guests, during this academic year, 6 overseas colleagues worked hard with us. I want to say that our students, for our English teachers, international teachers, who support our students' English language levels has improved. Our appreciation for our support and collaborator for dear Mrs. Roskilde Lindsay, Miranda Crawford, Estelle Quignon, Mr. Frederick Roberts, Mr. Mark Anthony, Father Kiala. Дорогие учащиеся, школа на протяжении многих лет будет для вас вторым домом. Здесь вы многому научитесь и не меньшему научите всех нас. Не забывайте, что от вас будет зависеть, как будет жить наш город, наша область, наша страна в будущем. Надеюсь, что вы не подведете своих учителей, своих родителей и уже в новом учебном году вновь усиленно займетесь наукой и образованием, чтобы в будущем стать достойными гражданами нашей страны. Да, сегодня прозвенит последний звонок этого учебного года, но вас еще ждут летние языковые курсы. Вас ждут еще экспедиция Туван-Ергет-Арзым, город Астана и Усть-Каменогорск. Желаю всем вам успехов!
Биылғы жылы мектебіміздің алған асылуы мол. Оның барлығы да озат оқушыларымыз бен талай жүректі артта қалдырған спортшыларымыз бен өнерлі оқушыларымыздың арқасы. Біздің мектебіміздің мақтаныштары шеруде, сап түзеуде. Дорогие друзья, сегодня мы чествуем участников Парада звезд, тех, кто своими победами прославил родную школу. Это наши самые яркие звезды и звездочки. Білімнің еңбек шыңдарын бағындыруға жасаған алғашқы қадамдарының жемісін көрген мектебіміздің білім бәйгелерінде оза шауып бәйге алған оқушыларымызды қарсы алайық. Алдарыңызда шеруді бастаушылар, жас ғалымдар, республикалық, облыстық, қалалық пікірсайыс турнирлеріне белсене қатысушылар, болашаққа қадам басқан оқушылардың екінші республикалық ғылым фестивалінің лауреаттары мен қатысушылары, жас ғалым екінші республикалық ғылыми жұмыстар конкурстарының жеңімпаздары, халықаралық республикалық интернет олимпиада жүлдегерлері, Англия, Сингапур, Америка құрама штаттарына барып, өз білімдерін жетілдіріп келген біздің ең білімді оқушыларымыз. Посмотрите, как радостно сияют наши звезды спорта. Перед вами победители и участники первой и второй спартакиады среди назарбаевских интеллектуальных школ в городах Шымкент и Тарас. Обладатели золотой медали по шахматам в городе Талдыкурган. Победители внутришкольной традиционной спартакиады «Молодые спортсмены». Every NIS student has the privilege of expanding his rich heritage through education in the arts. So, welcome to our students who are the best in music, dance, theater, and visual arts, the winners and participants of first Network Art Festival in Shymkent between Nazarbayev Intellectual Schools, actors, singers, and dancers who took an active part in social arrangements in our school during the 2013-2014 academic year, the winners of Patriotic Songs Competition, NIS Boys. Посмотрите на них. Все они яркие и интересные. Creative and active. Зияткер және білімге құштар. Инициативные и дружные. Келесі кезекте барлық мектеп мақтаныштарына арнап чемпиондар әні. Қарсы алыңыздар.
Осындай керемет жұлдыздар шеруінен кейін біздің әрбір кешіміздің тамаша өтуіне ешкімнің күмәні болмас. Мектебіміздің абыройын даңқын асырар жолда сіздердің қосар үлестеріңіз зор. Конечно, я знаю таких замечательных людей, для которых находить и зажигать звезды на школьном небосводе стало делом всей жизни. Это наш уважаемый административно-управленческий персонал и библиотекари. Local and foreign teachers, tutors and counselors, Медведкелер мен асхана қызметкерлері, IT specialists and security, шаруашылық қызметкерлері және жүргізуші, Все они всегда рядом с нами и готовы дотянуться. local and foreign teachers, tutors and counselors, Учителя, білім тәрбиесі ұстатып жүрген біздің сүйікті мұғалімдеріміз. Қаттырақ қошеметтеңіз достар. все они всегда рядом с нами и готовы дотянуться до самой дальней звезды, чтобы нам, ученикам, захотелось стать еще ярче, еще интереснее. Всем вам выражаем наше глубочайшее уважение, любовь и безграничную благодарность. Келесі кезекте сіздердің алдарыңызда сіздерге деген махаббаттарымен Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары. Қарсы алыңыздар. Just one night, all we got. 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 I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. So we gon' dance until we drop. A little more,
The school orchestra was started out in January, and as you'll see, it consists of both teachers and students. In this short period of time, they have already established themselves and they have won our admiration and appreciation. Please welcome to our school orchestra directed by Guljaizan teacher. Наступает волнующий момент. Передача символа знаний золотого 30 августа в день открытия Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления ключ знаний директору Гульмире Бахытбековне. Сегодня золотой ключ будет передан старшеклассникам нашей школы. Жоғары сынып оқушылары мектеп бейнесімен мақтандылар. Мектеп беделін көтеретін алғашқы жауһарлары. Әсіресе олар мектеп дәстүрлері мен баға жетпес құндылықтарын абыроймен алып жүрушілер. Кіші сынып оқушыларына ізет көрсетіп, болашағына жол сілтер аға буындар.
participants of this celebration. Huge and many-faced world surrounds us. It is a quotable way to find yourself and multiply kindness, achieve knowledge, and use it for bright future of your country. Право дать последний звонок уходящего 2013-2014 учебного года предоставляется Бихтай Нурай и Карлыхан Максату. Сыйқырлы өден саздауен, көңілде бескен тағылым, сындырла соңғы қоңырау, өмірдің қағып табылын, санама құйып сұлулық, өрлеттің білім шыңына, сындырла соңғы қоңырау, жол сілтеп болашағыма. Еще одна традиция – запуск в небо шаров. Это символ устремления наших помыслов в будущее. В каждом конверте собраны многочисленные и самые заветные желания и мечты учеников Назарбаев интеллектуальной школы. Қазақстанның болашағы жастардың қолында. Қуатты Қазақстанның іргетасын бірге құрайық. Я хочу, чтобы наша школа продолжала открывать свои двери для новых учеников, чтобы они были самыми умными и талантливыми, как ими сейчас. I wish you love and peace. Make love, not to love. And keep it in mind, you decide to be happy because you're fabulous. Баянды болашаққа бастау болар бесік жастар, еліміздің тұтқасын соға әзір. Келешегі кемел халқымыздың тәуелсіздігі тұғырлы болсын. Я верю, что благодаря таким интеллектуальным детям, как мы, наша страна войдет в тридцатку самых развитых стран мира. Future students of NIS, I wish you all good and success in future. Елбасы атындағы зияткерлік мектептің оқушылары жарқын болашақ кепілі. Ендеше болашаққа нық қадам басып, еліміздің абыройын асқақтата берейік. Я желаю всей школе всего того наилучшего, чего она дала мне. И самое главное – исполнение всех желаний наших учеников, наших ангелов. I wish you to be full of energy to study, because gifted children never give up. Найзамыз қалам, күшіміз білім, бірақ нағыз күштің білікте екенін ұмытпайық. Я верю, ученики Назарбаев интеллектуальной школы станут той интеллектуальной революцией, которая позволит пробудить и реализовать потенциал нашей нации. I wish you to be patient and calm. Be a respectable student of our fabulous school. Аспанымыз ашық, бірлігіміз берік, тәуелсіздігіміз шексіз болсын. Сегодня на последний звонок мне бы хотелось пожелать всем ученикам нашей школы, что вы учились, а они и достигали больших высот. А вот еще я хочу сказать, что вы не забывали про нас, потому что благодаря вам мы научились ко многим вещам. Благодаря вам, вы не только учили нас, но и воспитывали нас как наследников президента. Спасибо вам большое. May I have your attention, please? Запуску шаров приготовиться. Шарлар ұшырылса! Арманымыз бейбітшіліктің көк аспанында қалықтай берсін! Теплыми ночами ты на главный вопрос ответил. Школа за плечами, день воспоминаний полон. Все друзья с тобою чувствуют
ни годы, ни два забыть. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. Все так несложно, ни годы, ни два забыть. Знаешь, понимаешь, люди, все, кто был с тобой, проживутся друг от друга. Новый мир откроют все даны учебники. Вот от жизни хватишь первые каникулы. Ты по всем скучаешь. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. Все так несложно, ни годы, ни два забыть. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. Все так несложно, ни годы, ни два забыть. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. Все так несложно, ни годы, ни два забыть. Последний звонок, простые слезы, учителям мы дарим розы. Все так не школа, мы будем себя любить, мы будем себя любить. Мы будем тебя любить, мы будем тебя любить. Келесі кезекте осынау керемет мерекеде ата-аналар қауымының атынан сөз кезегі Біржанов Мақан ағайымызға беріледі. Қадірлі оқушылар менен өте салтанатты жағдайда өтеді. Ол бірінші алғашқы қоңырау мен соңғы қоңырау. Осы мерекелерімен өздеріңе қымбатты мерекелерімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Елімізде Назарбаев атындағы университет, Назарбаев атындағы мектептер біздің елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың алысты болжайтын көрегендігімен болып отырған жұмыстар. Өйткені білімсіз, ғылымсыз ешбір мемлекет дамуы мүмкін емес. Ал оны дамытатын келешек сендерсің. Сондықтан айналайындар, қоғамды жасайтын халық болса, оны бастайтын зиялы қауым. Сендер біздің келешек қоғамымыздың зиялы қауымысыздар. Біз сіздерге сенеміз. Сондықтан жан-жақты білімді болыңдар, бірінші мақсаттарың. Екіншіден, қазіргі жағдайда дүниежүзіндегі мемлекеттерде, ұлттарда интеграциялық байланыссыз ешқандай мемлекет өмір сүрмейді. Біз де сол интеграциялық байланысқа неғұрлым терең бойласақ, біздің мемлекетіміз мықты болады. Сондықтан ағылшын тілін ең бірінші жақсы үйреніңдер. Еркін сөйлейтін, еркін білімді азамат болыңдар. Келешек сендерге байланысты. Сондықтан айналайын, келешектерің жарқын болсын, бақытты болыңдар. Біздің мақтанышымызға айнала беріңіздер. Ақ тілегіңізбен ыстық ықыласыңызға көптен көп рахмет. Бүгінгі менің көңіл-күйім өте керемет, себебі біз бір оқу жылын үлкен жетістіктермен тәмамдап отырмыз. Және осы оқу жылында жеткен белестерімізді бізден кейінгі келесі жылға біздің орынға 9 болатын оқушыларға тілейміз. Және өзіміз келесі жылы осы мектептен өте үлкен үміттер күтеміз, және сол үміттеріміз ақталады деп сенеміз. Ол үшін тек қана еңбек ету керек, оқу керек, іздену керек деп ойлаймын.
Поздравляю всех с учебным Новым годом. Я рада, что я закончила этот год в этой замечательной Назарбаев интеллектуальной школе. В дальнейшем я надеюсь, что я получу из этой школы максимальное количество знаний. Жалпы 2013-2014 оқу жылы Назарбаев зияткерлік мектебі үшін алған асулы жетістігі мол жыл болды. Көптеген дебатерларымыз республикалық және облысы халықаралық деңгейдегі олимпиада жүлдегерлері, ғылыми жоба жеңімпаздары, көптеген конкурстардың иегерлері, өнерпаздарымыз, спорт жұлдыздары. Жаңа ғана болып өткен іс-шарада көптеген шеруден барлығын тамашаладыңыздар деп ойлаймыз. Барлығы тамаша, келесі жылы тағы да осындай алар асуларымыз бен жетер жетістіктеріміз көп болады деп сенімдеміз. My congratulations, dear students. Pass your exams likely and I wish you all goodness and success in future. Бүгінгі таңда біз Назарбаев зияткерлік мектебін 2013 және 2014 жылдар аралығында оқып жатырмыз. Бүгін бізде соңғы қоңырау болып жатты. Біздің осы мектепке түскелі беріп жеткен жетістіктеріміз өте көп. Мысалы айта кететін болсақ, екінші республикалық турнирлерде көптеген алғыс хаттармен және де үздік спикерлік мақтау қағаздарымен бағаландық. Мен осы мектепке түскеніме өте қатты қуаныштымын, себебі бұл жақта мектептің тәрбиесі өте тамаша. Біздің білмейтін нәрселерімізді басқа мұғалімдер айтып, өзімізге көптеген көмек беріп жатты. Мен осы мектептің директоры Мүнкеева Гүлмира ханымға және де өзімнің ұстаздарыма көптеген шексіз алғысымды айтамын. Және де сіздерге біздің артымыздан келе жатқан оқушыларға көптеген білім беретіндеріңізді, бізге берген білімдеріңізді одан да көп екі еселеп беретіндеріңізге көптеген сеніммен қараймын. Әрине сіздерге көптен көп рахмет. Құрметті достар, осымен 2013-2014 оқу жылының салтанатты соңғы қоңырау жиынын жабық деп жариялай отырып, қазғы демалысты жақсы өткізіп, келесі оқу жылында амандықпен жолыққанша сау саламатта болыңыздар. We enunciate the ceremony of Bring the Last Bell close and wish you to have amazing holidays and recreational courses for the next academic year. Goodbye. Линейка, посвященная этому знаний, объявляется закрытой. Келесі кездесуге күн